ана жерде түрлі БТРлар келіп оқ жаудырып жатыр аспанға. Бізде қару жарақ ештеме жоқ. Міне бәрі мирный митинг, экстремист террористер жоқ. Өзіміз қарапайым халық. Қару жарақ ешкімде жоқ. Ешкімде қару жарақ жоқ. Вот это все дело рук провокаторов. Января, время 15:30, город Алмата. Вот мирный митинг. Вот здесь народ. Ассаламу алейкум, қазақ елі. Бүгін 6 қаңтар, сағат 4 уақытта, мінекей кеше арандатушылардан кейін бейбіт халық мына жерде мусорлардың барлығын арттарынан жинап, қоқыстарын мына жақта әкімшілікті отын сөндіріп, қазір арандатушылар арамызда жүр. Бірақ основной масса, негізгі масса мынау бейбіт тұрған халық. Міне осы барымыз. Только на Алматы напало 20 тысяч бандитов. Нам пришлось иметь дело именно с бандитами и террористами. Правоохранительным органам и армии мною дан приказ открывать огонь на поражение без предупреждения. Жинау! 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 Боевыми стреляют! Мен қараңдар жігіттер, ана жақтан дағы атқан қара. Ана жақтан келді. Вот один раненый. Кровотечение, братан, переворачивай его. Кровотечение. Переверните, блядь, его, говорю. По-моему, мына жақтан тоже атып атып байқадыңдар ма? Абайландар алды. Ой, ёп твою мать. Не істейміз? Мына жақтан атып қалмасын, мына жақтан атып атып. Ассаламу алейкум, құрметті қазақ елі, жаным қазағым.
Бүгін қазіргі мысалы болып жатқан жағдайларға байланысты өз ойымды пікірімді айтқым келіп отыр. Кешеден бері мысалы біз шықтық қой шеруге, бейбіт шеруге, мысалы Момышұлыдан бастап әкімшілікке дейін шықтық. Сол жолда барлығы бейбіт түрде болды. Біз барлығымыз бейбітшілікке шақырдық. Ішіндегі провокаторлардың барлығын қолдарынан ұстап, жеңдер жағаларынан ұстап, түсіндіріп айтып, ешқандай қақтығыс болмау керек. Егер полиция қызметкерлері ұрсады, оларға қайта ответ ұрып жасауға болмайды. Біздің шеруіміз, жиынымыз бейбіт түрде. Сондықтан осындай мародерство, ұрып, тонау, жағу деген категорически болмау керек деп барлығына түсіндірдік. Енді бұл ішіндегі провокаторлар өз істерін атқарды, жақсы атқарды. Енді қазіргі айтарым, қазіргі жағдайда мысалы интернетті қосты, бұны да бекерден қосқан жоқ. Өйткені мынау халыққа үрей, қорқыныш туғызу үшін неше түрлі ақпараттар таратып жатыр. Әртүрлі қазір шетелден әскер кіргізеді деген, немесе антитеррор атады деген опорожение. Әрине бұл 100% мүмкін бе, мүмкін емес пе айта алмаймын. Сондықтан бейбіт шеруге шыққан ағайындар, бұл біздің жолымыз бейбіт түрде. Ешқандай қақтығысқа, провокацияға берілмеңіздер. Жастар әсіресе көбісі не үшін жүргендерін көздерінен байқағанда бір не үшін жүргендерін білмейтін сияқты әлі толыққанды. Эмоцияда, андай эйфорияда жүр. Эмоцияға берілмеңіздер. Ішінде провокаторлар ана жақта қақтығыс болып жатқан шақырады. Жүр, ар жақта ұрып жатыр, атып жатыр, өлтіріп жатыр, жүріңдер, қырылсамыз дегенге ермеңіздер. Абай болыңыздар, ағайын. Біздің жолымыз тек бейбіт түрде, ешқандай қақтығыс болмау керек. Біз бұндайға қарсымыз. Сондықтан қазір абай болыңыздар, аман болыңыздар. Бұл барлығы провокация, биліктен жасалып жатқан. Барынша кеше жеткізуге тырыстық. Енді әкімшіліктің алдында ар жақта провокаторлар өз істерін жасады. Барлығын жаққан, соларды көріп жатқан, видеолар таралып жатыр ғой қазір. Интернет қосылғалы. Ішінде көріп жатсаңыздар, қаруды да әдейі адамдар таратып жатыр. Қаруды да өздері таратып жатыр. Бүкілін қиратып сындырып жатқан да сол ішіндегі адамдар. Бұны жасау жатқан мақсаты бізді бейбіт шеруге шыққан адамдарды барынша бір бұзақылық, бір террористер, экстремистер сияқты көрсету мақсатында жасалып отыр. Біздің жолымыз тек бейбіт түрде, ағайын. Бейбіт шеруге шыққан жандар, эмоцияға берілмеңіздер. Ешқашан қырылысуға, соғысуға болмайды. Біздің жолымыз тек бейбіт түрде. Батыстан басы біз, атыстан жарылыс, Ақордаға төнді қоғамдық тартылыс. Оқсыз қару жарақ, ғаламтор ақпарат, қисыны жоқ аңыз, тарады ақпарат. Алма кезек өмір, ақиқат жоқ өмір, жетімсіреп халық, адасқан мың көңіл. Қаңтар басып тұман, көңілде жоқ думан, елде қалған арман, түрленген ел тұрған. Думанды қаңтар, сейілер ме сенің мұңың? Думандан бар, таласқан күнің мен түнің. Тұнғанда жанар, ақиқаттың аңсап өнін. Тұманды қаңтар, кешіріміз дедім бүгін. Кешіріміз дедім бүгін.